Бәрі сәлем достар, сенен бірге мен Данияр, және де бүгінгі видеода мен YouTube жайлы, яғни YouTube'тан қалай ақша табу керек, соны мен толықтай бүгін айтып беретін боламын. Ендеше YouTube деген не? 31 жылдан бастап. YouTube деген ол барлық жер беті көретін платформа, яғни сол жақта видеохостинг, яғни барлығы осы приложение арқылы видеоларды тамашалайды. YouTube'тан ақша табудың 10 жолы бар, яғни солардың барлығын мен сендерге айтып беретін боламын. Номер 1 монетизация арқылы, яғни YouTube саған ақша төлейді. YouTube арқылы сен партнеркаға отырасың, яғни договорға қол қоясың, содан кейін сен YouTube'пен партнер боласың. Сол кезде саған YouTube әр просмотрына ақша төлеп тұрады. Бірақ та қазір YouTube алгоритмдердің өзгерткеніне байланысты ақшаны саған өте аз төлейді. Бірақ та егер сенде 1 миллион просмотр болса, именно Қазақстанда айтатын болсам, саған 300 мың, 400 мың теңгедей төлейді. Екінші, бартер арқылы, яғни сен барып басқа бір тауарларға немесе бір заттарға сен өзінің рекламаңды айырбастай аласың. Үшінші, реклама арқылы, яғни сен біреуге реклама жасап беру арқылы осылай ақша табасың. Төрт, партнерка арқылы, яғни рекламодательдердің сайттары болады, яғни сояқтан сен заказды аласың, содан кейін өзінің ютубына сен рекламаны шығаратын боласың. Солай сен партнеркаға отырып, солардың товарларын немесе брендтерін продвигать ететін боласың. 5. Направление подписчиков, яғни гиф сияқты. Сен біреуге реклама жасап берсің басқа бір блогерге, соған сен подписчик әкелгені үшін сен одан ақша аласың. 6. Бренд мерч, яғни сен өзің брендін создать етесің, және де мерчін создавать етесің, содан кейін сен оны өзің подписчиктеріне сата бастайсың. 7. Бұл способ көбінесе ойындар ойнайтын адамдарға, яғни сондай блогерларға жарайды. Бұл донат, яғни сенің подписчиктерін саған ақша береді. 8. Рекламный ролик, яғни сен өзің рекламный ролик түсіріп, соны сен өзің аккаунтына саласың, немесе олар саған рекламный роликті жібереді, соны сен өзің аккаунтына салып, яғни өзің видеоны салып, солай сен оларға реклама істеп, солай ақша таба аласың. 9. орын конкурс, яғни бір айфондарды немесе заттарды разыграть етіп, сен солай ақша таба аласың, яғни олардың шарттары подписки бөліміндегі Instagram сияқты подписаться ету, яғни бұл кішігірім гифтің түрі. 10. орын амбассадор. Амбассадор деген ол бір заттардың, бір брендтің өзінің беті, яғни мысалы мен Gucci'дің бетін алатын болсам, то мен Gucci'ға көптеген видео түсіріп, яғни соны мен сендерге представлять ететін болам. Яғни сендерге Gucci'дің продуктын сендерге бірге көрсететін болам. Яғни каждый видео сайын мен сендерге Gucci'дің продуктын алып, новый бір продукт шығарса, соның барлығын сендерге реклама істеп, сендерге көрсететін болам. Ендеше осымен видео аяқталды. Осы 10 способтың біреуі болсын саған жарайды. Осы способтың біреуін болсын сен алып өзіне қолдансаң болады. Ендеше барлықтан ақша тауып, тек қана таза жолда ақша тапқандарыңды қалаймын. Бір харам жолға реклама істеп керек жоқ. Өйткені қазір ондай сайттардың барлығы жабылуда, яғни бұл харам болғаннан кейін, дін жағынан болмағаннан кейін, сен бұндайды істеуге не советую. Оған мысалы ставка жатады, немесе бір букмекерский конторалардың барлығының рекламасы жатады. Ендеше барлықтан рахмет осы видеоны көргендерің үшін. Сендер тек адал жолмен ақша тапқандарыңды мен қалаймын. Осы видеоға лайктарыңды қойып, және комментарийға келесі видеоның тақырыбын жазып кет, өйткені келесі видеоның тақырыбы сенің қолыңда. Барлықтарына рахмет.